Сәлем достар, бүгінгі видеода лаваштан тіске бастар дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Алдымен видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Ең алдымен бізге фарш керек болады. Біз фаршты ыстық қазанда асықпай қуырып аламыз, әбден пісуі керек. Келесіде бізге сиыр керек болады. Сиырды осылай үккіштен өткізіп аламыз. Сиыр көбірек болса, онда тіске бастарымыз өте дәмді болып шығады, сондықтан сиырды аямауларыңызды сұраймыз. Одан кейін осындай 3 жұмыртқаны араластырып, тұзын қосып дайындап қоямыз, және бізге керегі лаваш. Лавашты осылай 4 бұрышты бөліктерге бөлеміз. Менде бір лаваштан где-то 9 ба сондай бөлік шықты. Әрқайсысын бөліп дайындап аламыз. Дайын болған лавашымызға осындай қойып, фаршымызды қойып, оның үстіне сиырымызды қойып, рулет құсатып ораймыз. Барлық тіске бастарларымызды осылай дайындап аламыз, бәрін бір-біріне тақап қоямыз. Сонда арасы ашылып кетпейді. Кейбір тіске бастарлардың арасына осылай майонез қостым. Лавашқа бірінші майонез жағамыз, одан кейін үстіне фарш және оның үстіне лаваш қойып, тоже рулет құсатып ораймыз. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Майонез қосып пісірген түрі де, майонез қоспай пісірген түрі де екеуінің ондай қатты айырмашылығын көрген жоқпын. Екеуі де өте дәмді болып шықты. Қалай дайындасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Жалпы бұл тағамды таңғы асқа жасап берсеңіздер болады, балаларыңызға өте жақсы көріп кәдімгідей жеп қояды. Немесе бестің шайына дайындап берсеңіздер болады. Екеуіне де келе береді. Мінекей бізде осындай бөрек деп айтсақ та болады. Бөрек сияқты болып шығады. Осыны дайындап қойдық. Енді жұмыртқаның үстіне осылайына бұлғап аламыз да, тапада қуырып ала береміз. Мінекей дайын болған біздің тіске бастарларымыз өте дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер, каналға тіркеліп кетуіңізді ұмытпаңыздар.